Сәлем достар, сіздермен Skavron арнасы. Біздің планетамызда күн сайын әртүрлі қуаттағы, әртүрлі өте қорқынышты, табиғат арқылы және адам қолымен жасалған катастрофалар өтіп жатыр. Бірақ оның бәрі видеоға түсіп қала бермейді. Ал бүгінгі Skavron арнасының кезекті топтамасынан видеоға түсіп қалған қырғын катастрофаларды көретін боласыздар. Катрина ураганы. Бұл ураган ақш тарихындағы ең жойқын ураган болып есептеледі. Саффир-Симпсон шкаласы бойынша 5-ші дәрежемен көрсетілген болатын. 2005 жылдың тамызында орын алды. Және ең көп зардапты Луизиананың Жаңа Орлеан қаласы тартқан болатын. Қаланың шамамен 80% суға кетіп, 1836 адам қайтыс болып, $125 миллиард экономикалық шығынды құраған болатын. Қаланы қорғап тұрған дамбалар ешқандай тосқауыл бере алмады. Highway 90. Тяньцзинь жарылысы. Бұл техногенді апат 2015 жылдың 12 тамызында портта орналасқан Тяньцзинь қаласында орын алған болатын. Жергілікті уақыт бойынша 22:50-де өрт сөндіру қызметіне Жойхай фирмасынан шығып жатқан өрт туралы хабарламалар келіп түседі. Жойхай фирмасы өте қауіпті химиялық материалдарды жеткізумен айналысатын еді. Кейінірек мәлім болғандай өрттің тұтануына, ыстық күні күйіп кетіп өз-өзінен тұтануына әкеліп соққан нитроцеллюлоздың кесірі болған екен. Апаттан 173 адам қаза тауып, оның 92-сі өрт сөндіру қызметкерлері болған. Жарылысты өзіңіз бағалап көріңіз. Мексикадағы фейерверктер жәрмеңкесіндегі жарылыс. Бұл жарылыс 2016 жылдың желтоқсанында Мексиканың Тулпетек қаласындағы пиротехника базарында орын алған болатын. Белгілі бір себептермен өрт тұтанып, бұл өрттен жан-жағындағы салют, фейерверктер атыла бастаған. Нәтижесі осындай үлкен жарылыс қалып келді. Жарылыстан 16 адам қаза тауып, 70 адамға зардап әкелген болатын. Гаитидегі жер сілкінісі. Өте күшті бұл жер сілкінісі Гаитиде 2010 жылы орын алған болатын. Басты эпицентр Гаити астанасы Порто-Пренстен 22 км алыста болса да, жер сілкінісінің күштілігі қаланы толығымен жайратып салды. Бар жоғы 1 минутқа созылған жер сілкінісінен 222.570 адам қаза тауып, 311 мыңы зардап шекті. Шығын құны 5,6 миллиард евроға бағаланған болатын. 12 қаңтар Гаити тарихындағы ең қаралы күндердің бірі болып жарияланды. Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis voilà, je peux pas, ça peut pas. L'incendie est là, voilà, petite chose là. 2004 жылғы Таиланд цунами. Дәл сол күні, яғни 2004 жылдың 26 желтоқсанда ешкім цунами болатынын білмеген еді. Кәдімгі күн болатын. Туристер күндегідей демалып жатқан болатын, бірақ Үнді мұхитындағы 1200 километрлік плита оқыс ұзу нәтижесінен 2 минут ішінде миллиондаған тонна су жиналып, алып цунамиді тудырған болатын. Нәтижесінде 200 мың адам зардап шекті. Достар, видеода әйгілі Чернобыль апаты, Титаник кемесі сияқты катастрофалар туралы айтпадық. Өйткені арнамызда ол туралы видеолар бар. Сілтемесін қалдырып кетемін. Тағы да, егер сіз бір дүние жасауға немесе мүлде еріншек болып кетсеңіз, сізге мотивация беретін Typical Channel атты арнаны ұсынғым келеді. Онда сіз уақытты бос құртпауға әрбір секунд, әрбір минут маңызды екенін түсіндіреді. Және жақында сол арнада 1000 көрермен жиналған кезде 5000 теңгеге конкурс болады. Ақша Kiwi арқылы төленеді. Сондықтан тіркеліп, 1000 тіркелуші жинап, 5000 теңгені ұтайық.